ертеде бір шал болыпты. Ол шал шалқан екті. Шалқан үлкен болып өсті. Өсіп шыққан соң, оны шал жұлып алмақ болды. Шал шалқаннан ұстап, шіреніп қанша тартса да, шалқан жұлынбады. Менің күшім келмейді. Көмекке кемпірімді шақырайын. Кемпір келші. Ау, шал, не болды? Шалқанды тартуға көмектесші. Жарайды. Шал шалқаннан ұстайды, кемпір шалдан ұстайды. Олар шалқанды тартты кеп тартты, бірақ шалқан жұлынбады. Онда мен Зияны шақырайын. Зия, келші. Ау, не болды, әже? Шалқанды тартуға көмектесші. Жарайды. Шал шалқаннан ұстады, кемпір шалдан ұстады, қыз кемпірден ұстайды. Олар шалқанды тартты кеп тартты, бірақ шалқан жұлынбады. Менің де күшім жетпеді. Онда мен күшігімді шақырайын. Ақтөс келші. Шал болды. Шалқанды тартуға көмектесші. Жарайды. Шал шалқаннан ұстайды, кемпір шалдан ұстайды, қыз кемпірден ұстайды, ит қыздан ұстайды. Олар шалқанды тартты кеп тартты, бірақ жұлынбады. Мен мысықты шақырайын. Мысық, келші. Неге мені шақырдыңды? Шалқанды тартуға көмектесші. Мақұл. Шал шалқаннан ұстайды, кемпір шалдан ұстайды, қыз кемпірден ұстайды, ит қыздан ұстайды, мысық иттен ұстайды. Олар шалқанды тартты кеп тартты, бірақ шалқан Сқан, келесі. Не болды? Шалқанды тартуға көмектесші. Жарайды. Шал шалқаннан ұстады, кемпір шалдан ұстады, қыз кемпірден ұстады, ит қыздан ұстады, мысық иттен ұстады, тышқан мысықтан ұстады. Шал шалқаннан ұстайды, кемпір шалдан ұстайды, қыз кемпірден ұстайды, ит қыздан ұстайды, мысық иттен ұстайды, тышқан мысықтан ұстады. Олар барлығы тартты кеп тартты шалқанды жұлып алды. Ертегіміз аяқталды. Рахмет. Шалқан бесен бегарыс. Шал Сыдық Нұрсұлтан. Кемпір Дунаева Гүлмира. Қыз Айбек Зия. Күшік Бақытжан Мансұр. Мысық Гаухар Тоғанасбай.
Тышқан Нұрғалибек Айлин.